Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін өзбек халқының тағамдарының бірі хамыр қасып дайындайтын боламыз. Бұл тағам етсіз болса да өте дәмді болып шығады екен. Асқабақ және ас көктерден дайындадық. Дәмі енді ерекше болып шығады екен. Бірінші рет жасап көрдім, отбасымызға қатты ұнады. Балалар асқабақты сүйсініп, тауысып жеп қойды. Сіздерге де кеңес беремін. Иммунитеттеріңізді көтеретін, дәрумендерге бай тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасап, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл мантыға қамыр илегендей суымызды, тұзымызды, жұмыртқа және азғантай сұйық май қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Өте дәмді тамақ болады екен, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бірінші қасықпен, кейін осылай қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді 10-15 минутқа салафанға салып демалдырып қоямыз. Енді салмасын турап алатын боламыз. Бізге керек асқабақ, осылай май керек болады. Құйрық май қоссаңыздар да болады. Мен еттің жанындағы майларды осылай тамақтарға қосамын. Пияз, чеснок және өздеріңіз ұнататын ас көктер. Шпинат, жусай қоссаңыздар да, петрушка, көк пияз барлығын қоса берсеңіздер болады. Енді асқабағымызды осылай төрпіштілеп турап аламыз. Көк пиязымызды да дәл осылай турап аламыз. Мен қазір укроп салдым, петрушка, кинза және шпинат салдым. Жусай қоссаңыздар да болады, ерекше дәм береді. Пиязымызды да турап алдық. Енді чесногымызды өткізіп аламыз осылай майда көзінен. 2 бас чеснок салдым мен. Енді майымызды дәл осылай өткізіп аламыз. Негізі майларыңыз қатып тұрған жақсы, менде кішкене жібіп, дұрыс өтпей қалды. Қайтадан қатырып, жақсылап өткізіп алдым. Морозильниктен шыққан бойдан осылай тез-тез өткізіп алсаңыздар, майларыңыз дана-дана болып шығады, әйтпесе жабысып қалады барлығы. Турағаннан осылай өткізген жақсы. Міне майымды да өткізіп алдым. Енді осының үстіне 1 шай қасық қара бұрыш және тұз саламын. Жақсылап енді біркелкі араластырып аламыз. Қараңыздар, түрінің өзі әдемі болып шығады. Бұдан самса жасасаңыздар да болады. Дәл манты деп бүксеңіздер де болады. Ал мына тағам ерекше болып шығады. Бүгілуінде негізі ерекшелігі. Осылай біркелкі етіп араластырып, енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды осылай шеттерін басып жұқартып, әдемі қамыр жайып аламыз. Мантыге қалай жаясыз, қамыр дәл солай етіп, жайып, кесіп аламыз, төртпіштілеп. Міне біздің қамырымыз жұқарып әдемі болып жайылды. Енді
кесіп аламыз төртбұрыштілеп. Барлығын бір өлшемде осылай кесіп аламыз. Мантының қамырын қалай жасайсыздар? Дәл солай етіп төртбұрыштілеп кесіп аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын. Өте әдемі қамыр болды. Енді қамырларымызды бүгіп аламыз. Міне осылай бір шетіне саласыздар. Конверт сияқты үш шетін қайтарып орап аласыздар. Бірінші басын, енді екі шетін қайтарасыздар және орап осылай жасай бересіздер. Өте оңай бүгіледі. Дәл видеодағыдай істеңіздер. Осылай бір шетіне қойып, бас жағын қайтарып және екі шетін жақсылап жауып, осылай орап аламыз. Енді осылай майланған қазанымызға саламыз. Майлап алыңыздар астын. Араларын ашып осылай. Салып аламыз. Барлығын осылай істеп аламыз. Келесінде осылай дәл осылай май жағып қамырларымызды салатын боламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын. Енді үстіне осылай тағы да бір май жағып аламыз. Енді қамырдың бетіне жағамыз. Енді қайнап тұрған суға 35 минут пісіріп аламыз. Суларыңыз қайнап тұру керек осы кезде. Енді бізде подливкасіне өткіштен өткізіп алдым помидорды. Азғандай чеснок, тұз салып, көкпияз салып, осылай подливка дайындап алдым. Міне бізде 35 минут уақыт өтті. Тамағымыз дайын. Енді табағымызға салатын боламыз. Осылай табақтарға бір шетінен теріп шығамыз. Әдемі етіп. Қараңыздаршы, түрі қандай әдемі болып шығады. Қамырларымыз жабыспайды, дана-дана болып шығады. Дәл мен көрсеткен рецептпен істеңіздер қамырында. Осылай әдемі қамыр болып шығады. Міне осылай теріп аласыздар, үстіне қойып. Өте әдемі болып шығады. Мен бірінші рет жасап көрдім, өзіме қатты ұнады. Міне біздің тамағымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Бұны етпен де жасап көрсеңіздер болады. Келесі жолы етпен жасап көрсетемін. Қонақ келгенде де дайындасаңыздар, дастархандарыңыз ерекше әдемі болады екен. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте әдемі болып шықты. Мен сіздерге жақыннан көрсетейін. Осылай ортасында подливкасымен жесеңіздер, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де менің осы жасап жатқан тағамдарым ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдап жүріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менде алда талай видеолар шығады. Менің каналыма жазылып, біріншілерден болып, менің видеоларымды көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.